Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі. 3-ші сабақ. Қиялдай алу ерекше қабілет деп аталады. Балалар, ендеше ой түрткі сұрақтарға бірге жауап берейікші? Сендер өскенде кім болуды армандайсыңдар? Болашағыңды қиялдап отыратын сәттер жиі болады ма? Өз қиялдарының орындалатындарына сенесіңдер ме? Адам өз қиялын ұштап, арманына жету үшін не істеу керек? Осы сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңдер. Алдымен сабағымыздың жаңа тілдік бағдарымен таныс болайық. Бүгінгі сабақта мен сендерге сөз табының бір бөлшегі зат есім туралы түсіндіретін боламын. Зат есім дегеніміз не? Зат есім деп заттың, құбылыстың, ұғымның атын білдіріп, кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Мысалы, әке, оқушы. Екеуі де кім деген сұраққа жауап береді. Ал ақыл, құс, құйын деген заттық құбылыстар не деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, зат есім тұлғасына қарай негізгі зат есім және туынды зат есім деп бөлінеді. Негізгі зат есім бөлшектеуге келмейтін түбір зат есім болады. Мысалы, бала, бата, жапырақ. Ал туынды зат есім дегеніміз түбір зат есімге және басқа сөз таптарына жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есім. Мысалы, біл деген етістікке ім деген жұрнақ жалғанса, бұл білім деген сөз шығады. Бұл жерде туынды зат есім болып табылады. Ал дос деген түбір зат есімге тық деген жұрнақ жалғайтын болсақ, біз дос деген сөзден жаңадан туынды зат есім шығарамыз. Яғни, достық деген жаңадан сөз пайда болды. Сонымен қоса балалар, зат есім құрамына қарай дара зат есім және күрделі зат есім болып бөлінеді. Дара зат есім бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, оқушы, баспалдақ. Ал күрделі зат есім екі сөзден тұрады. Мысалы, кемпір, қосақ, ата, ана. Балалар, зат есім жалпы есім және жалқы есім болып екіге бөлінеді. Біркелкі заттардың жалпы атануы жалпы есім деп аталады. Бір ғана затқа берілген жеке атау жалқы есім деп аталады. Мысалы, кісі, адам деген жалпы адам атаулыға тән болса, Байжан, Гүлнұр деген адам атаулының бәріне емес, жеке кісілерге ғана қойылған. Жалқы есімдер бас әріптермен жазылатынын есте сақтаймыз. Ендеше балалар, сендерге арнайы жазылым тапсырмасы. Берілген сөздердің мағынасын анықтап жазыңдар. Жаңа деңгей, қажеттілік, әрекет, шабыт, өмір салты, бала психологиясы. Келесі тапсырма. Сендерге фантастикалық образдар дегенді қалай түсінесіңдер? Өзің оқыған кітаптан немесе көрген кинодан қандай фантастикалық образдар есіңде қалды? Суреттегі тазша бала туралы, оның қиял әлемі туралы не білесің? Осы сұрақтар төңірегінде ой түрткі жүргізіңдер. Ендеше кері байланыс жасау үшін WhatsApp желісіне шығайық.